Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Картоптың адам ағзасына пайдасы мен зияны. Картоп ең танымал және де құрметті көкөністердің бірі. Одан және оның қатысуымен керемет мөлшерде тағамдар дайындалады. Әрине, картоптың пайдасы мен зияны ұзақ жылдар бойы дәстүрлі медицинадан да, диетологтардан да зерттелді. Картоптың пайдалы қасиеттері. Біріншіден, картоптың үлкен пайдасы олардың керемет қоректік құндылығында. Бұл тамыр көкөніс көмірсуларға өте бай, оның негізгісі крахмал. Екіншіден, сонымен қатар картопта көптеген ақуыздар мен минералды тұздар бар, және олардың құрамында өсімдік тағамдарында кездесетін барлық амин қышқылдары бар. Үшіншіден, картопта С және де П дәрумендерінің едәуір мөлшері бар. Картоптың артықшылығы оның 300 граммында адам ағзасына арналған күнделікті дәрумендердің мөлшері. Сонымен қатар зерттеулерде көрсеткендей, картопты күнделікті тұтыну цинга ауруының алдын алады. Төртіншіден, дәрігерлер картоптың пайдасы әртүрлі ауруларды емдеуге арналған тамаша өнім екенін айтады. Көптеген картоп тағамдары диеталық деп жіктеледі және де гастрит, қант диабеті, артрит және де ас қорыту жүйесінің бұзылуы сияқты ауруларға тағайындалады. Бесіншіден, картоптың пайдасы оның құрамында көп мөлшерде талшықтың болуында екені белгілі. Талшық адамның ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады және де организмнен әртүрлі токсиндерді белсенді түрде шығаруға ықпал етеді. Сонымен қатар талшық асқазан, ішек және ас қорыту жүйесінің басқа компоненттерінің ауруларының алдын алуда өте маңызды рөл атқарады. Алтыншыдан, картоп жүрек қан тамырлары аурулары бар адамдарға өте пайдалы. Картоптың артықшылықтары калий сияқты микроэлементтердің көп мөлшерінде, оның жүрек жұмысына әсер етуіне байланысты. Сонымен қатар, картопты пісірілген күйінде жеу ұсынылады, өйткені оның құрамында калий көп сақталады және де бұл қан қысымын төмендетуге көмектеседі. Жетіншіден, сондай-ақ картоптың пайдасы олардың қабығында да бар. Олардан түйнектер әдетте тазартылады, содан кейін лақтырылады. Қызықты факт, бұл қабықтың витамин мен минералды құрамға бай екендігі. Пелингте потенциалды арттыратын заттар бар екенін растайтын зерттеулер де бар. Сегізіншіден, дәстүрлі емшілер шикі картоптың артықшылығы олардың терінің зақымдалған жерлерін емдеу үшін қолдану мүмкіндігінде деп санайды. Экземадан және де күйіктен құтылу үшін оларға шикі картоп жағылады. Тоғызыншы, сонымен қатар картоптың пайдасы картоп шырынынан табылған. Бұл денеде қабынуға қарсы процестерді белсендіретін күшті агент. Сонымен қатар көп ұзамай зерттеулер картоп шырынының қатерлі ісікпен күресуге пайдалы екенін көрсетті. Оныншы, суық тиюді емдеу үшін ингаляция пісірілген картоптан ыстық бу үстінде қолданылады. Ол үшін картопты қабығымен қайнатыңыз, суда ағызып, будың үстімен дем алыңыз. 11-ші, косметологияда картоптан жасалған маскалар беттегі ісікті кетіру үшін қолданылады. Картоп шырыны храмдардағы шаштың түсуін емдеудің бірі ретінде қолданылады. Енді картоптың зиянына келетін болсақ, бұл сүйікті тамыр көкөніс қаншалықты пайдалы болса да, картоптың зияны да әсер етуі мүмкін. Біріншіден, факт мынада: картопты сақтау кезінде бірте-бірте оның терісінің астына соланин деген күшті улану жиналады. Бұл зат, мысалы, ұрықтың ақауларын тудыруы мүмкін ең күшті тератоген болып саналады. Сондықтан жүкті әйелдерге картопты өте сақтықпен жеуге кеңес беріледі. Оның үстіне қыста ұзақ сақталған кезде қабығының қабатын мүмкіндігінше қалың етіп тазалау ұсынылады. Екіншіден, қуырылған картопты, сондай-ақ чипстерді және де лейсті көп жемеуге тырысыңыз. Бұл өте жоғары калориялы тағамдар ғана емес, олар канцерогендермен қаныққан. Үшіншіден, картоп құрамында крахмал көп болғандықтан йод ағзаға мүлде сіңбейді. Сондықтан қалқанша без ауыра бастайды. Аурулар осының негізінде дамиды. Яғни онкологиялық аурулар. Крахмалдың өзі адам ағзасына сіңбейді. Егер организмде крахмалдың ассимиляциясына қажетті биологиялық белсенді заттар жеткіліксіз болса, онда ол жиналып асқазанда ыдырап, бұзылулар тудыруы мүмкін.
капиллярлық торды бітеп тастауы мүмкін. Сонымен қатар крахмал мен судың қосылуынан пайда болған глютен 12 елі шек пен аш шекті қаптайды. Бұл өз кезегінде дәрумендер мен минералдардың нашар сіңуіне әкеледі. Төртіншіден, калория мөлшері жоғары, басқа көкөністерге қарағанда 2-3 есе жоғары. Өйткені картопта көмірсулар өте көп, сондықтан артық салмаққа бейім адамдар картопқа тәуелділікті шектеу керек. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.